матрицаны айтып жатырсың, 5-ті матрицаға өту керек деп жатырсың. Қалай өтеміз деген сұрақ туындауы мүмкін, Бізді өзімізді бақылаушы ретінде танимыз. Яғни өзімізге жоғарыдан қараймыз. Бақылаушы адам санасына келіп жататын ойларды бақылайды. Ойға ішіне кіріп кетпейді. Бақылайды. Ойлар бұлт сияқты. Бір ой келіп атады, бір ой кетіп атырады, көшіп атады, керуен сияқты ойлар көшіп атады. Оны бүйтіп сыртынан бақылап отырады. Ойды шайнап, ойды ары қарай фантазировать етіп, драмаға түсіп, ойды ұлғайтпайды, бақылайды. Ал адамға ой деген, тірі адамға ой келе береді, кете береді. Менің ойым өмірімде орындалып кетеді ма деп қорқудың қажеті жоқ. Ой біздің дұшпан емес. Және де негативті ойлардың келуі де бізге қалыпты жағдай. Адам үнемі позитивті ойлап жүре алмайды. Әрине позитивті психология никто не отменял. Позитивті психология деген нәрсе бар. Бірақ адам деген үнемі позитивті ойда жүре алмайды. Тек позитивті ойла деген нәрсе ол иллюзия. Сондықтан мен сіздерге айтамын, ойды бақыласаңыз, ой сізге әсер ете алмайды. Ең басты ключевой момент сол ойға мына жақтан шығарып сезім бермеу керек. Өйткені сезім не? Сезім магнит. Сіз ойды бақылайтын сана болыңыз. Бұны медитация барысында түсінесіз. Біз жалған сенімдер бар, бізде жалған ойлар бар, соны өшіруіміз керек. 5-ті матрицадан шығудың екінші әдісі. Бірінші әдісі ойды бақылау дедік, екінші әдісі жалған сенімдерді, установкаларды жоққа шығару керек. Мысалы, мен онша емеспін, мен жұрттан қалып бара жатырмын, мен жеткіліксізбін, мен ешкім жақсы көрмейді. Бұның барлығы жалған ойлар. Сізді Құдай жақсы көреді, и этого достаточно. Сіз өмір сүріп жатқан өмір жақсы көреді, и этого достаточно. Бұл мотивация сөздер емес, бұл шындық. Ой, қойш деуіңіз мүмкін. Бұл просто бір өлең түрінде айтылған бір метафора сияқты. Ол қалай деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ бұл шындық. Шындықты қабылдаңызшы, шындықты қабылдайтын кез келді. Және үшінші пункт 5-ді матрицаға өтудің. Бұл эгоны ажыратып алу. Өзіңді роль ретінде емес, біз рольдерді ойнаймыз, біз келін боламыз, мама боламыз, жар боламыз, бастық боламыз, мұғалім боламыз, тағын бастыққа бағынушы боламыз. Бұның барлығы рольдер. Бірақ рольден біз өзімізді ажыратқан кезде біз жан екендігімізді, бізде рух бар екенбіз, тірі екендігімізді, және біз Құдайдың өте қымбат, бағалы махаббатымен дүниеге келген бірінші очередь жан, рух екендігімізді сезіне алуымыз керек. Бұл эгоны, рольдерді өзімізден ажырату. Одан кейін қазіргі сәтке ену. Дәл қазір сіз тынысыңызға назарыңызды аударсаңыз, Хижр сүресінің мына аятын сезінген болуыңыз керек. Мен сені жаратқан кезде өзімнің рухымнан үрледім деп тұр, үрледім, қойдым, жабыстырдым, рухымды саған бердім деген жоқ. Үрледім, яғни үрлеп тұр. Сіз тірі тұрған сәтте сізге Құдайдың өзінің рухынан үрлеп тұр. Значит, сізбен бірге Құдай осы сәтте бар. Осы сәтке енуге бізге Хижр сүресі өте мықты көмектеседі. Медитация кезінде біз терең тыныс аламыз, аузымен шығарамыз. Ұзақ шығарған кезде бізге керек емес ойлар, керек емес сезімдер аузымыздан шығып кетеді. Біз тыныс алып тұрған кезде, біз тыныс алуымыз, тірі жүрген адам тыныс алуын тоқтатпайды. Тыныс алу, дем алу, тыныс алу, осы жерде Құдайдың рухының үрлеп тұрғандығын біз сезінген кезде, соны түйсінген кезде біз осы сәтке енеміз. Өмір тек осы сәтте. Өмір дәл қазір. Ертеңде емес, өткенде емес, балалық шақта емес, дәл қазір. Джо Диспенза айтады ретриттерінде, неге бұл матрицада біздің тұрып қалғандығымыздың жауабын былай деп түсіндіреді. Өйткені біз тәніміз бен миымыз өткенге тәуелді. Біз өткен тәжірибелерімізге сүйене отырып шешім шығарамыз. Мысалы, өткен тәжірибемізде біреу бізді алдады. Енді әрине инстинкт самосохранения табиғи күй, ол бізде өзінен өзі жұмыс істейді. Ендігі әрі сол нәрсені қайталап жұмыс жасамайтындай, ендігі әрі махаббатқа сенбейтін, ендігі әрі мысалы менде өзім басымнан өткен оқиғаны айтатын болсам, 4-ші жүктілік менде ауыр болды, және де 4-ші жүктілік менде өмірге перзентімді әкеле алмадым. Мен содан кейін менде ескі матрица ұстап тұрған, тірі пендемін ғой, мен қатты просветленный адам емеспін, менде ескі матрица кейде ұстайды. Мен тағы да аяғым ауыр болғанын қалаймын, бірақ менде уже қорқыныш
Төртінші өткені жүктілік менде сәтсіз болды. Сол жүктілікке қайталап қала ма? Адам өткенге миы тәуелді, өткенге сезімдері тәуелді. Өйткені сол оқиға, сол төртінші жүктілік маған қатты эмоциялық соққы берді. Мен өзімді кінәлі сезіндім, мен өзімді қатты қылмыс жасағандай сезіндім. Құдайдың алдында қатты қорықтым, ұялдым, тәнімде үлкен шок сезімдер сезінген жағдайлар өтті. Сондан кейін мен кәдімгідей қорыққам. Өйткені менің миым мен тәнім өткенге тәуелді. Ал егер менде өткенге тәуелді болмаса, мен тәуекелге барар едім. Сондықтан сізде өткенге тәуелді болмаңыз. Өткен шақта энергия жоқ. Энергияның барлығы тек осы сәтте. Ал осы сәтке ену үшін бізге тынысымызға назарымызды аударамыз және Хижр сүресін есімізге аламыз. Дәл осы сәтте біздің тынысымызға Құдайдың өзі үрлеп тұр. Қорқынышты жеңу үшін медитация жасаймыз. Егер сіз өзіңіздің болашағыңызды бұрынғы состояниеда, бұрынғы ойлармен, бұрынғы сезімдеріңізбен ойлайтын болсаңыз, солай визуализация жасайтын болсаңыз, сіз бүгінгі жағдай, бүгін қалай үйіңіз тар, новый үй хотите, бірақ ақша жоқ, денсаулығыңыз жөндегіңіз келеді, тағы бір перзент сүйгіңіз келеді, сондай сияқты ойларыңыз бар. Бірақ та сіздің сезімдеріңіз кешегі сезімдер, кешегі ойлар болса, онда бұл болашақ сізге сіз қалаған түрінде келмеуі мүмкін. Сол үшін сіз қалағандай жаңа болашақ келу үшін сізге тұлғаны өзгерту керек. Тұлғаны өзгерту деген тұлғадан шығатын ойлар мен тұлғадан шығатын сезімдерді өзгерте алу керек. Ал оны өзгертудің бір ғана жолы бар, ол медитация. Осознаниелер медитация кезінде жақсырақ келеді. Енді матрицадан қалай шығамыз? Матрицадан шығу үшін бізге бақылаушы күй, айтқандай бақылаймыз, ойларымызды бақылаймыз. Бұл менің ойым, маған келіп жатқан ойым, бірақ мен ой емеспін. Ойдан өзіңді ажыратып алу. Өкпе ренішті ұмытуға болады. Өкпе ренішті ұмыту үшін тынысымызды жүрегімізге апарамыз. Қорқыныштан шығу үшін жүрегімізге тынысымызды апарамыз. Жүректі сезінеміз, және де сізді ренжіткен адам бар емес па, соған шын жүрекпен алғыс сезінеміз. Сезім ғана магнит, сезім ғана өзгертеді. Солай сіз күнде осы практиканы жасасаңыз, сіздің сезімдеріңіз өзгере бастайды. Сезім өзгерген кезде реніштер өзгереді. Сізді ренжіткен адам өзі келетін сияқты ситуациялар өміріңізге қалай келгенін байқамай қаласыз. Одан кейін қорқыныш па? Қандай тәжірибе сізге қорқыныш берген? Біреудің авария болып жатқан көріп қалдыңыз, біреудің немесе басыңыздан бір өткен жағдай, сол қайталанады деп қорқасыз. Конкретно не жағдайдан қорқасыз? Жүрегіңізге назарыңызды апарасыз, жүрегіңізді сезінесіз, және де қорқыныш берген тәжірибеге, қорқыныш берген жағдайға өзіңіздің шын жүрегіңізден ризашылық сезім, ауызбен айт деп тұрған жоқпын, сезіміңізді бересіз. Кешегі жүрек ашу медитациясы бар ғой, сол сәттердің барлығын, сол медитацияға келіп, осы сәттің бәрін сезініп, сол тәжірибеге, сізге қорқыныш берген тәжірибеге, сізге өкпе реніш берген адамдарға шын жүрегіңізбен ризашылық білдірсеңіз, бұл өте қиын, бұл оңай емес, бұл эго қарсы тұратын, іштегі қарсылықтардың бәрі оянатын практика, бірақ та соны сіз жасай алуға қабілетіңіз, күш-қауқарыңыз жетсе, сіз жеңімпазсыз. Өйткені қорқынышты да біз өкпе реніште де тек сезіммен, состояниемен трансформацияға ұшырата аламыз. 5D матрицаға өткендер ғана трансформация жасайды. Жаңа программамен өмір сүретін адамдар ғана 5 миллионды табады, 10 миллионды да табады, үйді де алады, көлікті де алады, денсаулығын өзінің күшімен, өзінің сезімдерінің күшімен, өзінің жүрегінің күшімен ретке келтіріп алады. Сондықтан 5D матрицаға сіздер өтулеріңіз керек. Жер беті қазір өзі адамдарды, егер сен осындай сабақтармен, медитациямен, экологичный жолмен 5D матрицаға өтпесең, жер беті өзі сізді трансформациялайды. Қалай трансформациялайды? Басыңнан ұрып тұрып, мынандай ауыр сабақтар жіберіп трансформациялайды. Ол қандай сабақтар? Сіз 2 миллион теңгені машинаға беріп қоясыз, қатты ауырып қаласыз, тағы не, сондай бір ауыр жағдайлармен сіз түсіну үшін, түйсігіңізбен түсіну үшін сізге сондай сабақтар жіберуі мүмкін. Ондай сабақтар зачем, когда есть экологичный путь? Экологичный путь деген не? Осы сабақ, осы 5D матрицаға ойыңды бақылап, сезіміңді сезініп, жүрегіңді ашып жету. Это же легко, просто уақыт керек және концентрация внимания, сіздің вниманиеңіз керек. Адамдар тыныштықтан қорқады да, үнемі, мысалы, шуып жатса, фонға бір нәрсені қосып қояды, тыныштық медитацияға өтші десең, жоқ, қашады, одан сылтау айтады, қарсыласады, миы қарсыласады, интернетте өшіп қалады, тағы бірдеңе болады.
тыныштық күйден қашатын ситуациялардан да ми тауып береді. Ал 5D матрицаға өту үшін бізге тыныштық керек. Біз өзімізді ести алуымыз керек, біз жүрегімізді ашуымыз керек, өз энергиямызды сезінуіміз керек, денемізді сезіну керек. Біздің тәніміз үнемі бізге бір нәрсе айтып жатады. Ал біз оны тәнді естімейміз. Тәнге қарсы жүреміз, сосын денсаулығымен проблема болып жатыр деп шағым айтамыз. 5D матрицада логикамен өмір сүрмейді, адамдар жүрекпен өмір сүреді. Жүрекпен өмір сүру деген жүрегін ашу, бәрін по ощущениям, сезіммен жасау. Біз бұрында анализ оймен бүйтіп жасайтын едік қой, барлық шешіміміз логикадан шығатын еді ғой. Енді барлық шешіміміз жүректен шығу керек. Жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді. Дәл қазір мен сіздерге жүрекпен сөйлеп отырмын. Жан қалауды тыңдау, біреудің қалауын жасау емес. Енді 5D матрицаға өтсеңіз, сіз автоматически өзіңізді ғана тыңдайсыз. Өзіңіздің жан қалауыңызды ғана жасайсыз. Сіз бұрын елдің бәрін жағу үшін, бұрында спасатель болып біреуге жағыну үшін жасайтын едіңіз ғой. А 5D матрицаға өткеннен кейін ол адамдардың қалауы, ол адамдар не дейді, уже не волнует. Сіздің қалауыңыз ғана волнует. Понимаете? Не менікі, не қоғамның ойы, соны ажыратып алсаңыз, 5D матрицаға сіз өтесіз. Ескі матрицадан шығу, 3D матрицада өмір сүріп жатыр адамның көбі. 3D матрицада өмір сүру деген ол жұрт мен туралы не ойлайды, жұрттың бәрі істеп жатыр ғой, мен де істейін деген сияқты. Енді 5D матрицаға өткен кезде сіз өзіңізден қандай белгілерді көресіз? Сіз еркін боласыз, энергияңыз таза болады. Сіз өткенде осыны туралы жаздым ғой инстаграмда. Вроде ештеңке өзгерген жоқ, ертең кредит келейін деп тұр, жұмыс бар, жұмысты бітіру керек, отчет жазу керек, бірақ ештеңке ішіңде спокойствие. И откуда это спокойствие, ты не понимаешь? Потому что сен еркінсің. 5D матрицаға өттің, значит сен еркінсің. Энергияң таза. Бұрында триггерить ететін еді біреулер. Қазір ешкім триггерить етпейді. Сен өзіңнің болмысыңмен өмір сүресің. Өзіңді өзгерткің келмейді. Біреуге жағыну үшін басқа дауыспен сөйлеп, басқа походкамен жүріп деген сияқты. Ондай жоқ, уже как есть өзіңді өткенін сен қабылдап тастағансың. Итілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылады. Мысалы, бір адамды ойлайсыз, ол адам өзі сізге хабарласады. Швейцария туралы бір посттарды сохранить етіп алып жүрсіз, өйткені Швейцария сізге ұнайды, ал сізге Швейцарияға баруға мүмкіндік туады деген сияқты сондай күшті мүмкіндіктер алдыңыздан өзі шығады.